Аймақтарда мәслихат депутаттығына үміткерлерден өтініштер қабылдау жүріп жатыр. Ниет білдірушілер сайлау комиссияларына арнайы барып құжаттарын тапсыруда. Саяси додада кімдер бақ сынап көрмек және олардың мақсаттары қандай? Әріптесім Самат Қайырденұлы толығырақ айтып береді. Маратбек Нұржанов бүгін сайлау комиссиясына арнайы келіп тіркелді. Тарих пәнінің мұғалімі енді халық қалаулысадан көрсем бе дейді. Маслихатқа өтіп жатса, атқарылатын істе көп. Ешбір партияға мүше емес. Еліміздің келешегіндегі мақсаттың барлығы да көбінесе экономикалық жағдайға келіп тіреліп келіп тұр. Енді әлемдік дағдарыс деп атарамыз барлығымызда. Бірақ та енді мына еліміздің келешегіне осы дағдарыстан жеңіп, бір жағынан рухани да бірлігіне де тікелей атсалысуға көп үлес қоссам ба деймін. Тұрғылықты мекенін түлету Талғат Құлмағанбетовтың да басты мұраты. Қызылордалық кәсіпкер бұл мақсатына жету үшін қалалық мәслихатқа депутат болуды көздеп отыр. Ешбір саяси ұйымда жоқ. Сайлау алды бағдарламасы әзір. Таза экологиясы жақсы жаңа инфрақұрылымдар салу арқылы қаламыздың бәсекеге қабілетті орталыққа айналуы ортақ мақсатымыз. Қаламызды абаттандыру және көгалдандыру бағытында атқарылатын жұмыстарды жандана түсуіне атсалысу. Ал солтүстік Қазақстан облысында 350-ге жуық азамат сайлауға түсуге өтініш білдірген. Соның бірі Павел Афанасьев. Бұған дейін Петропавл қалалық мәслихатының 5-ші шақырылым депутаты болған. Ал биыл саяси додаға Бірлік саяси партиясының атынан түспек. Политическая партия «Бірлік» она создана недавно. Бірлік партиясының құрылғаны көп бола қойған жоқ. Алда болатын саяси науқанға алғаш рет қатысқалы отырмыз. Барлық мәселені шешуде әрине белсенді болған абзал. Сондықтан бүгіннен бастап осы шаруаларға араласуымыз қажет. Бұл ел үшін де қоғам үшін де маңызды. Ал Ақмола облысының тұрғыны Қанат Байбуров маслихат депутаты болуға осымен екінші рет құжат тапсырды. Бұл жолы Нұр Отан партиясының тізімінен ұсынылды. Жол апатына ұшырап, қол арбаға танылған ол мүгедектер қоғамына жетекшілік етеді. Алдыңға тұрған бізде Экспо 2017 жылды өтетін мейрам бар. Ол келген уақытында осы біздің Бурабай ауданымызға 1,5 миллион келетін қонақтарымыз бар. Оның ішінде де қарттарды болады, мүгедектерді болады, бәрі сол біздің табиғатымызды қараймыз деп келеді. Енді біз қаламызды соны дайындау керек. Жалпы наурызда өтетін саяси науқанда еліміздегі жергілікті мәслихат депутаттығына бас аяғы 3335 депутат сайланатын болады. Самат Қайырденұлы, аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.